нарықтағы ең арзан камерді сатып алдық. Машинаны көрсетіп, қаншаға жөндейтінін, қанша істейтінін жеткізетін боламыз. Ақшаны қайдан тауып жатсың деген сұрақ болады. Өйткені менде бар жоғы басында мен бастаған ақшам 565 теңге болды. Камридің ең сау жері дейтінім ол мынау артқы бөлігі. Өте маңызды күн. Біз бүгін көлікті сыртқы бейнесін өткерген жерге апарып өткізетін боламыз. Бұйыртса бізге бір жақсы жігіттер қоңырау шалып, бірге жұмыс істеуге ұсыныс тастаған болатын. Достар, есті де алдық. Достар, мына бізге қажетті алдыңғы жағындағы мускат дейді ғой. Соны алдық. Supersonic. Қазір достар, біздің Камридің шығуына бір-ақ күн қалды. Қазір енді сол простые ребята жігіттеріне барып, бір хабар алып қайтуды жөн санадық. Ертең бұйыртса уже Камрimiz шықса, толығымен көрсетіп, қалай болған, қалай шыққанын, қалай жөнделгенін бәрін толығымен көрсететін болам. Енді тағатсыздана күтіп жатырмын деп ойлаймын. Мен ғана емес, менің қолдаушылардың да көбісі сұрап қоймай жатыр. Енді бұйыртса ең алдында айтқанымдай ең жақсы, ең идеалын деген состояниясына жететін болады. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay. Мына приора естеріңде болса, простые ребятаның каналына шыққан. Ооо. Аман сен бе? Мына жігіттер істеп отырды. Достар, мына қазір келдік. Бір хабар алып кетейік деп. Енді ақыл көрсетесің бе, көрсетпейсің бе? Жоқ, ертең бұйырса финиште көресің. Ертең құдай қалса уже көлігіміз шығады. Ақыл бүгін никак көрсетпеймін дейді. Ертең бұйыртса күндіз көлікті көрсетіп, сіздерге жақсылап қандай жұмыс атқарылғанын тізбектеп, ақыл өзі айтып беретін болады. Біз сіздерге көлікті қалай жасалғанын өзім лично айтып көрсететін боламын. Supersonic. Қазір шамамен бұйыртса бір қанша уақытта жетеміз? Пробкамен 1 сағат шығар енді. Да, қазір. Аха. Жақсы бауыр, қазір барып қаламыз. Достар, бүгін день X, біз көлігімізді алуға баратырмыз. Жаңа өздеріңіз көргендей Ақылбекпен хабарласып, біз келе жатқанымызды айттық. Олар да көлікті уже дайындап қойғанда шығар. Бұйыртса қазір барып көріп, сіздерге жақсылап тамашалататын болам. Енді қалай істелгенін, қалай жөнделгенін міндетті түрде сіздер көріп, комментарийға баға беріңіздер. Кемшілік болса кемшілігін айтып, артықшылық болса артықшылығын айтып, жақсылап комментарий жазып, астына қалдырыңыздар. Осы видеоны көріп отқан адамдар алдыңғы видеоларды көрмеген болса, каналға өтіп қарасаңыздар болады. Мен олар осы кеткен шығындарды, жасалған жұмыстарды бір жүгіртіп, сіздерге түсіндіріп өтетін болам. Енді ары қарай баға беру сіздерде. Supersonic. Біз келдік, машинамыз қасы көріп, қабылдайтын боламыз. Ассалаумағалейкум. Қалайсың, брат? Қалай жада? Қалай денсаулық?
Мына біздің машина ғой, Иә, бұйырса. Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар? Қалайсың? Қалайсың, брат? Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар? Қалайсың? Асыға күттің ба? Айтпа. Вообще, блин. Кел, таңын. Сығалаватырмын, сол кеп алатын. Машина кетіп бара жатырмыз, сразу ана астына қарай, міне біздің машина тұр деймін ғой, үніме. Қарап. Қалай? Нормально. Енді өзіміз көреміз Бато. Аз емес. Нормально жұмыс жасадық енді. Жоқ. Ең бастысы сен өзің басында айтқан едің ғой, 2 апта деп. 2 аптада енді барлығын бітірді. Өзі сөз бергендей айтты. Ол жігіттік, мәрттік деп есептеймін. Бүгін біз осыдан 2 апта бұрын сәрсенбі күні, сәрсенбі күні өткізген едік 2 апта. Міне бүгін сәрсенбі, бүгін қай күн? Сәрсенбі? 26 мамыр күн. Міне уже көлікті алып кетіп жатырмыз. Бірақ 26 мамыр күні көрмейсіздер видеоны. Құдай қаласа 1-2 күнде осы видео дайын болады. Сол кезде осы біздің көлікті көріп бағалайтын боласыздар. Міне ақы. Ерте шығады видео. Бүгін кешке шығады. Иә. Бұл жігіттердікі уже дайын, ал біздің видео енді кішкене қазір дайындау керек. Енді Иә, ашамыз бұйырса. Дәурен, кел. Өзі сен аш етте тұрсаң. Baby girl, come here and get excited. Say no more, just gonna let me bite it. Tell your friends that they are all invited. Yeah, I'm wrong, but I'm trying to do the right thing. Базаржық. Зазорлан. Прям бәрін ровно, Базар. Енді мынау. Енді ең арзан камера емес мынау. Базар жоқ енді. Краскасы тема шықты, брат. Полировка еще істелген ба? От души. Фараларын қара. Фаралар осындай ме не? Қарау или тонировать етіңдер ма? Блин. Честно. Блин, достар, шынымды айтайын, мен бірақ мынандай болады деп ойламадым енді. Тема. Өзің қандай деп ойладың енді Бато? Шынымды айтқан кезде бұлай бүйтіп жарқырап тұрады деп ойлаған жоқпын. Енді краска как краска енді. Енді шынымды айтайын, басқаша ойладым, басқаша ойладым. Сөзім жоқ. Өйткені енді кішкене косяктар болатын шығар дейсің. Қазір айналып өттім ғой. Тема, басқаша. Молодцы. So hard, bad shorty ain't never seen the bed break. I ain't tryna cuff that, I just wanna stuff that. Treat her so good, so she always gotta come back. I ain't tryna cuff that, I just wanna stuff that. Treat her so good, so she always gotta come back. Baby, you invited, come take a trip. Достар, бізде мына жерде кішкене дефект болатын. Мына детальдар сынған жері болатын. Бәрі жөнделді, бәрі ретке келді. Мына енді сонда да мына жерде кішкене бар енді. Енді қатты критичный емес деп ойлаймын. Оның жарасы жеңіл енді, жалпы алған кезде. Бато досым, кілтің өзіңе ұнады ма? Достар, біз болды, көлікті қабылдадық, біз кеттік. Енді арғарай өзіміздің 1-2 айтар дүниелеріміз бар, соны айтамыз. Ақылбекке үлкен рахмет. Енді біз не тілейміз енді? Бір жолда жүргеннен кейін енді блогерский өсімді, жаңағы просмотрларын көп болсын бауырым. И алға қарай ұмтыла бер, ерілме, баса бер. Сәттілік бауырым. Рахмет. Достар, біздің каналға да тіркеліп қоямыз. Бато сілтемесін қалдыратын болады. Ассалаумағалейкум. Біздің арамызда тағы өзінің үлесін қосқан жігіт бар ғой, сен видеоңда көрген химчисткамен сен айналыстың ғой, Мына достар, біздің камериді, ең арзан камериді химчистка жасаған мына жігіт. Есім кім болады? Асылбек. Асылбек деген жігіт. Бұл жігіттің де өзінің жеке бизнесі бар, жаңағы осы именно осы химчисткамен айналысасың ғой сен, или мойка не бар? Енді бір ауыз өзің айтып шық, қандай нелермен айналысатын, и қай жерде жасайсың жұмысты? Енді достар, Грести Жансугурова 80А, автомойка Level Up деген. Келіңіз, пожалуйста, Батон атынан, Просты ребятның атынан скидка болады сіздерге. Көрдіңіздер ма, өздеріңіз естігендей, достар, міндетті түрде осы жігітке барып, хабарласып, достар, біздің атымызды айтып келе беріңіздер. Скидка міндетті түрде болады. Ал досым, саған сәттілік. Рахмет саған All day and all night, we'd stay up
it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never run. Қалай? Күшті ма? Жақсы. Таңғы күнізге дерзкий болыпты ғой. Мынанда кетіп қойшы, күшті болыпты. Мынау новый шығарамын ғой? Өзінікі ма? Өзінікі болу керек. Салонын көріңіз. Химчистка. Четко. Қалай? Күшті болған. Жақсы болған ба? Смело ойланбай сата беретін машина. Қаншаға сатуға болады, папа? Ойыңыз. Қанша деп қойын? Примерно 4 миллион кем болмайды ғой. Жоқ дегенде. Supersonic. Достар, таңертең ұлымды балабақшаға алып бара жатып, қызық жағдай болды. Енді балабақшаның алдына келіп тұрып, көліктен шығып есікті жауғаным сол. Кеше ғана мына көлігімізді алдық та, бүгін уже мына менің ұлым қазір ішінен құлтап алып отыр, ашпай. Машина от алып тұр. Балабақшаға келгенбіз. Көлікті ашамай тұрмыз міне. Айсұлтан! 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 Аш жана, бас жана. Бала да бала. Аштық, достар. Өзі тартып, есікті ашты. И бұзық сен. Бұзық. Supersonic. Мінекей, көлікті де өздеріңіз бір көріп шықтыңыздар. Енді қандай жағдайда, қалай шықты, сіздерге ұнады ма? Осы туралы міндетті түрде астына пікір қалдырып, ойларыңызды бөлісіп кетсеңіздер. Өйткені сіздердің әрқайсыларыңыздың пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Және алдағы уақытта қандай контентке бет бұру, қандай контентті алу, қандай бағытта жұмыс істеу деген сияқты істі мен қолға алатын боламын. Ал достар, бір мезет, енді кеткен қаражатқа тағы бір рет көз жүгіртіп өтеміз ба? Supersonic. Camry 2.950.000. Кастоправтық жұмыс шамамен 250. Оған қоса ходовой часті 160.000. Және кузовты толық ретке келтіріп, оны химчисткалау, оның қозғалтқышын жуу деген сияқты жұмыстарға 220.000. Ал жалпы сума 3.580.000 теңге болып тұр. Бірақ енді біздің Camry шығындатумен тоқтамайын деп тұр. Кеше мен осы жолда алып келе жатқан кезде екі нәрсені байқадым. Ол бізде қазір гур кішкене рулі қатты болып тұр, және тормоз жағы кішкене ақауы бар сияқты. Бірақ ол да ретке келеді. Мен ол қозғалтқыш бөлшектерінде қанша баға болатын, оны да хабарласып білдім. Оның жарасы шамамен жұмысымен бірге есептеген кезде 30.000 теңгеге шығады екен. Ал енді бұйыртса бұл запчастьті біз алып, оны сатқанша ретке келтіріп қоямыз деп ойлаймын. Құдай қаласа, уақыт болса әрине. Қазір басқа да проекттармен жұмысты да бастап кеттік. Оны құдай қаласа алдағы уақытта, алдағы видеоларда көретін боласыздар. Ал енді достар, видеоның соңында мен 8 ролик бойы тағатсыздана күтіп, қашан шығады, қашан болады деп күтіп жүрген менің көрермендеріме де үлкен алғыс білдіремін. Әрқашан бастаған істен берілмеңіздер, міндетті түрде оның берекесі болады. Сіздермен болған Батот Алипов, ендігі роликте кездескенше сау болыңыздар. Supersonic. Көрмет достар, бағасы туралы айтпадым. Қазір осы темада сөйлесеміз. Жалпы нақты бағасын 4.100.000 теңгеге бағалап отырмын. Сіздерге қызық болса осы баға, мінекей мына WhatsApp нөмірге, немесе осы нөмірге хабарлассаңыздар да болады, жазсаңыздар да болады. Кездесіп, жолығып, көрсетіп, енді кішкене жаңа алдында да айтып кеттім, бір-екі жеріне мелочь салатын жұмыстары бар. Ол енді мынандай жұмыстан кейін қатты қорқынышты емес. Ол жағына енді мүмкін сол кететін шығынды сіздерге түсіп берем, немесе өзім-ақ жөндеп беретін боламын. Ал енді баршаңызға сәттілік, хабарласыңыздар, жазыңыздар. Айтпақшы, көлік
Қаскелеңде тұрады.